Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен қаймақты бәліш, яғни сметанник пирогын дайындаймыз. Ол үшін бізге електен өткізілген 250 грамм ұн, 100 грамм қант, 150 грамм сары май және де 1 шай қасық разрыхлитель, 1 жұмыртқа қажет болады. Шұңғыл ыдысқа електен өткізілген ұн разрыхлительді салып араластырып, үстіне қантты салып, сары майды салып, үгітілмелі қамыр дайындаймыз, яғни бізде крошка дайын болады. Осының үстіне 1 жұмыртқамызды салып, қамырымызды илеп, песочное тесто дайындаймыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Осы қамырды 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Қаймақтың үстіне 4 жұмыртқамызды, қантымызды салып, венчиктің көмегімен 15-20 секундтай араластырамыз. Миксерді пайдалануға болмайды. Осымен біздің салмамыз дайын, енді пирогымызды жинауға кірісеміз. Холодильниктегі қамырымызды алып, видеодағыдай қылып формамызға жаямыз. Енді қамырымыздың үстіне салмамызды құйып, қызып тұрған 180 градус пеште 35-45 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Пирогты міндетті түрде бөлме температурасында суығаннан кейін формасынан алып кесеміз. Егер суымай тұрып кессеңіз, салмамыз ағып кетуі мүмкін. Осы техникаларды пайдаланып, міндетті түрде өте дәмді сметанникті жасап көріңіздер. Ас болсын.